Құрметті қатысушылар, құрметті шақырылғандар, бүгін біз баршаңызды ең алдымен келе жатқан үлкен ұлы мереке намыс мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі біздің жиналып отырған себебіміз бүгінгі тақырыбымыздың атауы тарихтағы ұлдары және қазіргі заман атты диалог алаңына қош келдіңіздер дейміз. Бүгінгі диалог барысында көтерілетін мәселелер біздің өңір мен еліміздегі жалпы ұлттық келісім, бірлікті сақтау және нығаюына өз үлесін қосады деп сенемін. Добрый день. Следует отметить, что сегодня данное мероприятие мы проводим в преддверии одного из значимых мероприятий с праздника страны, это Наурыз мейрамы, ставшего символом дружбы, солидарности народов, праздник, история которого насчитывается более 5000-летий, который сохраняет не только наше национально-духовное богатство через традиции и обычаи, но и укрепляет идентичность поколений, формирует чувство патриотизма, гордости за своих соотечественников. Уважаемые участники встречи, начнем нашу работу и предлагаю регламент для выступающих до 10 минут, выступающим в прениях до 3 минут. Если возражений нет, то давайте приступим к работе диалога площадки. Хочу первое слово предоставить профессору кафедры социально-гуманитарных дисциплин, языковой и психологической подготовки Кокшетавского технического института МЧС Республики Казахстан, кандидата филологических наук Касымова Сандуаш Кенжебекова. Пожалуйста, вам слово. Қайырлы күн, құрметті ұйымдастырушылар, құрметті қызметкерлер. Бүгінгі осындай атаулы, танымды, тағылымды іс-шара ұйымдастырып отырған музей қызметкерлеріне алғысымды айтамын. Бүгін тарих күні деп атаймыз, тарихқа тағзым күні деп атаймыз. Енді сіздердің назарларыңызға мен Жамбыл Жабаев жыраулығы Жамбыл Жабаев туралы қысқа түрде айтуға тырысамын. Жалпы Жамбыл Жабаев туралы барлықтарыңыз білесіздер. Биылғы жылы Абай Құнанбаевтың былтырғы жылы 175 жылдығын атау қарсаңында әдебиет және өнер институты Алматыдағы бір топ ғалымдары елбасымызға атына осы Жамбыл мен Жабаев пен Абай Құнанбаев екеуі замандас, сол себепті Абай Құнанбаевтың 175 жылдығын атап өткендіктен Жамбыл Жабаевтың да 175 жылдығын осындай республикалық көлемде, мемлекеттік көлемде атап өту бойынша ұсыныс жасап, сол ұсынысты президентіміз қабыл алып, биылғы жылы осы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығын атап өтіп жатырмыз. Жамбыл жайлы көп айтуға болады, себебі Жамбыл бабамыз бір ғасырдай өмір сүрген, 2 ғасыр тоғысында өмір сүрген, бүкіл халықаралық дәрежеде десем де қателеспеймін, белгілі болған айтыскер ақын. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым деп жырлап, көзінің тірісінде 21 ғасырдың гомері атанған жыр алыбы Жамбыл Жабаев 1846 жылы 28 ақпанда Жамбыл тау етегінде, қазіргі Алматы облысының Жамбыл ауданында дүниеге келген. Еркін және тентек болып өскен ол, қобыз бен домбыра тартуды анасы ұлданнан үйренген. Тым ерте өзінің поэзияға деген қызығушылығы сезінген. Бағыттарымыз білесіздер, Жамбыл Жабаев 15 жасынан бастап осы жыр, айтыскерлік, поэзия жанрында өзінің еңбегін бастаған десек қателеспейміз. Бала кезінен Қобланды, Алпамыс эпостарын, Қырғыздың Манас эпосын, Рүстем туралы аңыз, Пероғлы шығармаларынан үзінділер орындаған. 16-17 жасынан бастап айтысқа қатысуы оның кең танымал етті. Сонымен қатар жас ақынның өзінің осы суырып салмалық өнері арқылы қазақ қоғамының сол кездегі өзекті мәселелерін қозғады.
оның ішінде халықтың мұң-мұқтажын сөз етті, заңсыздықты сипаттады, бостандық үшін күресті. Осы ретте көптеген қазіргі уақытта айдалып 20 ғасырдың екінші жартысы мен 21 ғасырдайы көптеген әлі күнге дейін де осы Жамбыл Жабаев туралы жаңағы кеңес үкіметін жырлаған, Сталинге қызмет еткен, оның айтарлықтай жаңағы еңбегі атауға тұрарлықтай емес деген секілді кереғар пікірлер кездесіп жатыр бұқаралық ақпарат құралдарында. Сол бойынша жаңа жамбылтанушылар көптеген өздерінің пікірлерін айтып, аталған жаңа Жамбылдың ұрпақтары деп атаймыз, Жамбыл Жабаевтың екі ұлы болған. Бірінші ұлы жаңағы соғыста қайтыс болған. Ол бойынша Жамбыл Жабаев өзі оны бүкіл көптеген елдер біледі, себебі Жамбыл Жабаев сол ұлының қаза болуына байланысты жыр жазған. Сонымен ол танымал болған. Ал екінші ұлы сол соғысқа кеткеннен хабарсыз етіп, әлі күнге дейін ол туралы мәлімет ешқандай табылған жоқ. Осыған қатысты жаңағы Жамбыл Жабаевтың қазіргі уақытта осы бүгінгі тарих тағылымы деп аталуымыз ғой. Жамбыл Жабаев туралы кеңес үкіметі кездерінде барлық оқу бағдарламаларына Жамбыл Жабаевты сол кездегі кеңес үкіметінің жаңағы айталық біздің республикамызға, қазақ еліне кеңес үкіметін насихаттау бойынша оны ол кісінің осы ақындық дарындылығын сол кезде пайдаланды. Оны білесіздер. Сондықтан Жамбыл Жабаев жаңа кеңес үкіметін Сталинді ғана жырлаған емес, ол жырлауға мәжбүр болған десек болады. Сол себепті қазіргі уақытта Жамбылдың толық шығармашылығын, өмірбаянын қазір айтып жатып, сіздердің жаңағы зарықтырмай, тек осы Жамбыл Жабаев тануды, Жамбылдың тек қана қызмет, осы айтыскерлік, суырып салмалық, поэзиялық, патриоттық жағынан біз Жамбыл Жабаевты ұлттық код ретінде қазіргі осы сіздер, жастар, біздер болып, болашақ осы егеменді еліміздің болашағын көркейтер, бар әлемге паш етер жастар үшін осы жағынан танытуға тырысуымыз қажет. Өйткені көп жаңа бұқаралық ақпарат құралдарында осы секілді кереғар пікірлер өте көп Жамбыл Жабаевқа байланысты. Жамбыл Жабаев тек қана өзінің жаңағы айтыскерлік дарынымен ғана емес, сонымен қатар жаңағы өзінің есте сақтау қабілетімен ерекшеленеді. Білесіздер, Манас жырын айтып жатқа айтудың өзі, ол кез келген ақынның, кез келген адамның қолынан келе бермейді. Осы ретте Жамбыл Жабаевты қазіргі жаңағы министр кітабына енгізсе болады деген пікірлер туындап жатыр. Осыған байланысты жаңағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры Мырзатай Жолдасбеков өзінің пікірін айтып, соған дәлелді ретінде мысалдар келтіріп жатыр. 1938 жылы Жамбыл Жабаев Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты болған, КСРО жазушылар одағының мүшесі болған. 1941 жылдың көктемінде ақынға КСРО мемлекеттік сыйлығы берілді. Ол Ленин еңбек қызыл ту құрмет белгісі ордендерімен марапатталған. Жамбыл Жабаевтың ақындық мұрасы қазақ халқының рухани қазынасының алтын қорына енгізілді. Жамбыл біздің дәуіріміздің ең жарқын әрі дарынды әншісі деп жазды. Ол туралы қазақтың белгілі жазушысы Мұхтар Әуезов. Орыс әдебиетінің көрнекті өкілі ақын Николай Тихонов Жамбылды ол халқының ар-намысы, дауысы, жүрегі мен шынайылығы деп атады. Ұлы Отан соғысы кезінде поэзияда Жамбыл Жабаевтың отанды қорғау және халықтар достығы тақырыбындағы шығармалары басты орын алады. Ол 4 жыл бойы сарбаздар, гвардияшылар, Мәскеу және Ленинград қалаларында осы Ленинградтық өлеңім атты өлең арқылы көптеген елдерге танымал болды. Сонымен қатар сол соғыс кезіндегі Жамбыл Жабаев бабамыздың өлеңдері арқылы жауынгерлер өздеріне отанға деген сүйіспеншіліктерінің арқасында жауды жеңуге күш-жігер алып отырды. Осы ретте бабамыздың еңбегі зор. 1945 жылы 22 маусымда Жамбыл Жабаев 99 жасында қайтыс болды.
Қазақстанның қазір білесіздер, ұлы қазақ даласында көптеген ғасырлық, айталық шежірелік жыраулық мектептер бар. Асан Қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Доспанбет, Жиенбек, Бұқар, Ақтанберді, Үмбетей деген секілді. Осы ауыз әдебиетінің алыбы Жамбыл Жабаев осы жыраулық мектептің ең соңғы өкілі десек деуге болады. Оның пірі Сүйінбай болған ұстазы, өзінің әр берген сұхбаттарында, өлеңдерінде менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемім Сүйінбай деп, сол себептен жаңағы жетісудың бірінші ақыны атанып, осы поэзиялық қазақ халқының ауыз әдебиетінің негізін сақтап қалуға ең бір сондай еңбегі сіңген поэзия жырауы деп атасақ қателеспейміз. Мұхтар Әуезов Жамбылдың алғырлығын, өзгеге ұқсамайтын дара қасиеттерін үнемі өзінің шығармаларында айтып отырған бір қызық сюжеттер бар. Мұхтар Әуезов Жамбыл Жабаевпен кездескен кезде Абай туралы оның пікірін сұрайды. Сіз Абайды қалай деп қабылдайсыз? Абай қандай ақын деп. Сонда Жамбыл Жабаев үндемей тұрып, ол ақын емес дейді. Мұхтар Әуезов сасып қалады. Сол кезде жаңағы біраз қызылестен кейін Жамбыл Жабаев ол шоң баласы, Мұхтар Әуезовқа шоң баласы деп айтатын. Абай Құнанбаев ақын емес, ол пайғамбар деген. Пайғамбарды білесіздер, қаншалықты жаңағы барлығынан биік, барлығынан жоғары, сондай Абай Құнанбаевқа үлкен жоғары бағасын берген. Енді қорытындыға келе айтатын болсам, Жамбыл Жабаевты Мұхтар Әуезов мойындаса, Сәкен Сейфуллин бас иген, Сәбит Мұқанов ардақтаған, Ғабит Мүсірепов еркелеген, Бауыржан Момышұлы басын иген, Мәлік Абдуллин құшағын алған, ол бойынша жаңағы көптеген өлеңдері де бар. Мәлік Абдуллинге арналған кездескен жаңағы Мәлік Абдуллиннің шығармаларындағы Жамбыл Жабаевпен кездескен сәттері де бар. Оны айтып отырғаным, қазіргі уақытта сіздер білесіздер, Республикалық ономастикалық комиссияның шешімімен біздің Көкшетау техникалық институтына биыл Мәлік Абдуллиннің, Кеңес одағының батыры Мәлік Абдуллиннің есімін беру туралы шешім шықты. Қазіргі уақытта сол академия болайын деп жатырмыз. Осы ретте біз жан-жақты осындай Мәлік Абдуллиннің Жамбыл Жабаевпен кездескен шақтарын, шығармаларын барлығын зерттеп, зерделеп қарап жүрген жайымыз бар. Осы сол ретте Жамбыл Жабаевты барлығымыз ұлттық код ретінде қазір айтып жатырмыз. Рухани жаңғыру негізі біздің қазақ халқымызға жасалған бір жақсы бағдарлама, әсіресе жастар үшін осындай ұмыт болған, немесе кезінде ескерілмеген кеңестік дәуір кезінде көптеген біздің тарихымыз бұрмаланды. Енді сол бұрмаланған тарихымызды сол жаңағы ұлттық руханилықты сақтай отырып жеткізу біздің басты парызымыз деп санаймын. Сақтарыңыз болса, қойларыңызға болады. Қысқаныз қатырды енді осы. Рахмет, Сандуғаш Кенжебектің. Қатысушыларға сұрақтар бола ма екен? Сандуғаш Кенжебектің рахмет. Өте жастарға қажетті қаншама ақпарат берілді. Одан болса отырған жастар өздеріне біздің қазақ халқының екі ауылымыз бар, Жамбыл Жабаевпен, Абай Құнанбаевтың өміріне ой түйіндеп шығармашылығын. Енді келесі жалғастырайық. Продолжая данную тему, слово хочу предоставить декану факультета заочно-дистанционной формы обучения Кокшетауский университет имени Шуханова Алиханова, доценту, кандидату исторических наук Утекенову Марату Зинатовичу. Рахмет. Армысыздар, құрметті қауым. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын. Биылғы жылы еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл толатыны белгілі. 30 жыл ішінде еліміз маңызды саяси экономикалық реформаларды тиімді жүзеге асырып, айтарлықтай тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың үстіміздегі жылдың 5 қаңтарында жарияланған тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында 30 жылдық еркіндік жолымыз ой елегінен өтіп,
қол жеткізген жетістіктерімізге тарихи баға берілді. Осы мақалада президент отандық тарихшылар алдында еліміздің жаңа заманға сай ақиқатты шынайы көзқараспен тұжырымдалған объективті төл тарихын жазуды тапсырды. Нақты міне цитатасын келтірсек, бостандық бізге оңайлықпен келген жоқ. Ата-бабаларымыз азаттық жолында арпалысты, талай зұлмат замандар мен нәубеттерді бастан өткерді. Осының бәрі халықтың есінде сақталып, ұрпақтан ұрпаққа берілуге тиіс. Әрбір халық өзінің арғы бергі тарихын өзі жазуға тиіс. Бөтен идеологияның жетегімен жүруге болмайды. Ұлттық мүдде тұрғысынан жазылған шежіре ұрпақтың санасын оятып, ұлттың жадын жаңғыртуға мүмкіндік береді деп осы бағдарламалық мақаласында айтылды. Президент тапсырмасына сай Қазақстанның тұтастай тарихын жазып дайындау үшін ең бірінші өңір аймақтардың тарихын және мәдени тұлғалардың қоғамдық саяси қызметін зерттеуді қолға алу қажет. Осы президенттің тапсырмасына сәйкес Қазақстанның тарихшылары 200-ге жуық тарихшылар 3 рет бас қосып өткізді. Біріншісін Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директорының басқаруымен тарихтан жалпы осы жаңағы тарихтан тағы да бір институтымыз бар, мемлекет және тарих институты, осы кісілердің ұйымдастыруымен бір жиылыс өтті. Одан кейін өткен аптада министрдің қатысуымен тағы да үлкен жиылыс өтті. Онда барлық айтылып жатқан мақсат осы жаңағы президенттің мақаласына сәйкес жаңа 7 томдық тарихты жазу. Мәселе өте көп. Жаңа мен әріптесім айтып кеткендей, міне 30 жылдық бір белеске келдік. Президент өзінің мақаласында барлығын айтып кетті. Неге мынау 30 жылдың ішінде жаңағы 50 жылда ел жаңа дейді қазақ айтады. Сонда мына қарап отырсақ, 360 миль қойып 180 градусқа ұлттық сана сезімді қалыптастыру үшін біз 70 жыл бойы кеңес үкіметінің саясатын ешбір ұлтты айтып тұрған жоқпын. Бұл мемлекеттік форманы саяси билікті айтып тұрмын. Кеңес үкіметтік саясаттың құрамында құрбаны болдық. Оның ішінде жаңағы білесіздер, оның ішінде тек қана қазақ халқы репрессияға ұшыраған жоқ, оның ішінде бүкіл жаңағы неше халық болды, барлық репрессияға ұшырады. Бұл мемлекеттік саясат сондай болды. Оның алдында патшалық Ресей дейміз, самодержавный Ресей. Оның осы кезде бұрмаланған тарихымыз, қазіргі кезде міне 30 жылдық тарихымыз осы жаңағы мәдени мұра бағдарламасы дейміз. Міне сіздер жаңағы үлкен топонимикалық жұмыстар, ақмола облысының сакральный история өткен жолы өткіземіз дегенбіз. Ана өтпей қалген, мысалы сакральный история ақмола облысы, соның барлығы осы жаңағы барлық көптеген жаңалықтар ашылып жатыр. Көптеген жәдігерлеріміз елге қайтып жатыр. Көптеген жаңа есімдеріміз ақталып жатыр. Оның барлығын жаңағы мектеп оқулықтарына енгізіп, білесіздер ғой, үлкен полемика болып жатыр, мектеп оқулықтары әр жерде әртүрлі дегенде болады, жаңағы әлеуметтік жүйелерде айтылады, ата-аналардың жағынан. Сосын кеше өткен жол министрі соның қатысуында айтты, даталар деген түсініксіз болып кетті. Бір қалыпқа келтіру керек, оқиғалар, ашылған жаңалықтар мектеп оқулықтарына кірген жоқ. Ұрпақ тәрбиеленіп мектептен шығып жатыр бір буын. Ал оған 10 жыл бұрынғы енгізілген жаңалықтар, ол мектеп, ол жаңағы ескі материалмен білім алып шығып жатыр. Әртүрлі кітапта әртүрлі дейді. Сондықтан былтыр біз апелляцияға өзіміз қатыстық. Енді деп айтамыз ғой, бәріміз білесіздер ғой, енді сол ендідан тарихтан бір сұрақтар болады ғой, естіген шығарсыздар, иә. Сонда жаңағы кейбір сұрақтарға сосын балдарын бірдей берді. Даталарда екі кітапта, екі оқулықта екі түрлі дата. Екеуі де дұрыс. Екеуі де жаңағы рекомендованный моно дейді ғой, екеуі де Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінен ұсынылған. Сондай жағдайлар болды. Сондықтан осының барлығын алдын алу үшін және үлкен жаңа тарихтың концепциясын жазу керек болып жатыр екен. Міне осындай жаңа жұмыстар алға қойылып жатыр. Енді осындай өзектілік 7 томдық бола ма, болашақта 10 томдық бола ма, соны жазу үшін жаңағы президенттің берген тапсырмасы, министр соны бізге ретрансляция сияқты жеткізді. Бүкіл өңірлердің тарихын, осы өңірлер өздері жазсын, жеткізсін, барлығы үлес қоссын, қандай жаңалықтар ашылады деп. Міне осы жұмыс қазір басталып кетті. Былай қарағанда тарихшылар үшін ақтөбенің қарны жарылған сәт болып отыр қазіргі таңда. Өйткені ұлттық идеология дейтініміз, ұлттық сана сезім деген ол маңызды нәрсе. Көп нәрсе шынында да бұрмаланған, көп нәрсе ұмыт қалған, өлер разы болмай, тірі байымайды дейді қазақтың мақалы. Міне осыны біз қалпына келтіру керекпіз. Бұл біз сияқты белесті аштық мәселесіне көрдіңіздер ғой, бұл әлеуметтік жүйе дейтін газет журналдың бәрін көріп отырсыздар. Әртүрлі полемикаға барып жатыр, оны фактілермен де дәлелдеп, оның бәрін зерттеу біздің міндетіміз.
бір міне ақпараттарға, бір демографиялық зерттеулерге қарасақ, егер аштық болмаса, мынау ұжымдастыру саясаты болмаса, бүгінгі қазақтың саны 80 миллион болушы еді дейді мысалы, 50 миллион болушы еді дейді мысалы, әрқашан сондай сараптамалар жасалады. Біз сол шын мәнінде біз құрып кетудің өлеңдегідей, мысалы, мың тірілген қазақ құрып кетудің ар жақ бер жағында болды. Мысалы, бір зерттеушілер айтады, Үндістанның кешіңіздер үндістер деп қателесіп атап кеткені, Индиана іздеп жүр Кристофер Колумбтың Американың жергілікті аборигендерін қалай жоқ қылып деген сияқты, қазір олар компенсациядан өтіп, қалай оларды азайтып, резервацияға ұшыратып, оларды аштыққа ұшырату механизм бізге де ұқсайды екен. Өйткені ол отар елдің тағдыры ғой. Мысалы, олар тіпті оның арасында оларды жаңағы каубойларын жалдап ол жаңағы олардың жетім, оларда көшпелі өмір салып кешін, бизондарын өлтіріп, бизондардың басын тауларды құрып, ол аштыққа ұшыратқанын көрдіңіздер ме? Сөйтіп осының барлығы жаңағы аштық мәселесі үлкен зерттеуді талап ететін. Қазір министрліктен жаңағы өте көп қаржы бөлініп жатыр. Өте көп қаржы, өте тарихшылар бар қауымдасы осыған ұйымдастырып жатыр. Тек қана тарихшылар емес, әдебиетшілер, шежіре, ру тайпа тарихтары бізде зерттеген, әлемде теңдесі жоқ қазақтың шежіресі, әлемде жоқ ондай теңдесі. Ол шетелдіктер жаңа келіп жатыр, медициналық тұрғыдан келіп жатыр. Жеті атадан қосылуға болмайды екен деп. Көрдіңіздер ме? Ал бізде ол ата заманнан бар нәрсе, көрдіңіздер ме? Көп нәрселерді қарап отырсақ. Сонымен мен тақырыбым сонымен жаңа айта кетейін, шет жағын айтып кетейін. Тақырыбым мынау біздің Алаш өңірінің өлкелік тарих дегенде бізде өлкеміз өте бай, тарихи процестерге өте бай. Абылай ханның алаңын айтайын, мынау шекаралас, ең алғашқы отарлаудың осы жерден басталуы деген сияқты. Барлық. Ал сонымен мен тақырыбым баяндауымда қысқаша айта кетейін, жаңағы ол жергілікті алаш өкілдері. Көптеген есімдерді біз қайтардық. Мысалы, репрессия жасалғанда бірінші тізіммен кеткен бар, екінші тізіммен кеткен бар, үшінші тізіммен кеткен бар, иә. Көптеген мектеп мұғалімдері, көптеген жаңағы көзі ашық азаматтар, Алаш партиясының құрамында болған көкшетаулықтар, көбінің есімдері, мысалы, белгісіз Әлихан Бөкейханов, Садуақасовтар күшті зерттеліп жатыр, иә. Ал қалғандары соның бәрі қалмасын деп қазір көріп жатқан шығарсыздар. Өткен жолы жаңағы жол партиясының жетекшісі де жаңағы 700 адамның тізімін президентке береді деді, иә, мысалы, алаштықтар. Осылай бұл тізім жалғасуда. Сонымен Ақмола облысы бірегей тарихи оқиғалар мен тұлғаларға, қоғам қайраткерлері мен өнер ғылым адамдарына бай екені баршаға мәлім. Туған өлкеміздің тарихи мұрасы өте бай. Оның зерттеу аясы кең, әлі оның барлық ғылыми зияткерлік әлеуеті толығымен ашылмаған, тиісті кешенді ғылыми әдіснамалық деңгейде зерттелуді қажет етеді. 20 ғасырдың басында қасиетті Алаш туының астында біріккен қазақ зиялылары еліміздің бостандығы жолында қоғамдық саяси идеологиялық күрес жүргізді. Еліміздің азаттығы жолында күш жігерін аямай басын қатерге тіккен Алаш арыстарының қатарында біздің өңірден Ақмола облысынан шыққан бірқатар ел азаматтары болған. Қазіргі таңда есімдері ұмытылып бара жатқан тарихи тұлғаларымызды жаңғырту тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының қарсаңындағы басты міндеттердің бірі болып табылады. Олар мамандығы дәрігермін деп, мамандығына қарамай, мамандығым мен техникалық мамандықпын деп қараған жоқ. Олардың басты мұраты мынау кітапханаға барып, орыс демократиялық интеллигенциясымен араласып, көзін ашып, ол кезде жаңағы 60 жылдары, 70 жылдары Ресейдің өзі үлкен оппозициялық күш болды. Өздерінің народность, демократия деген үлкен жаңағы күштер болып жатты. Былай айтқанда патшаға оппозициясы. Сонымен қазақтың біздің интеллигенциясы, олардың біздің жерде төмен училищені ашылу мақсаты басқа болды ғой. Ол жаңағы мынау отаршылдық үкіметке переводчик, тілмаштар дайындаймыз. Ал мынау біздің алаш интеллигенциясы, зиялылар қазақтың бірден көзін ашысымен оларда бір сұрақ болды. Әлемде революция болып жатыр. Оны жаңағы мынау білесіздер, Пушкиннің досы, Шоқанның достары бәрі түрмеде отырды, мына Сібірді бөліп аламыз дейді. Ол қазір Путиннің кезінде де айтылып жатқан мәселе ғой, Сібірді бөліп аламыз. Сол Шоқан Уәлихановтың өлімінің өзі қазір жаңа тұстарын қарастыру керекпіз. Ол кісі болыс болып та сайланбаған. Ол кісі үлкен патшаның қабылдауында болса да, бірақ оппозициялық мақалалар шығарған, оппозициялық басылымда мысалы, көрдіңіздер ме? Колокол деген журналда Атбасарға сайланған деп сайлап өтпей қалған. Сонда Алаш интеллигенциясының үлкен күрес жүргізгені белгілі бәрі. 20 ғасырдың басында біздің өңірден Алаш қайраткерлерінің қатарынан табылып, қоғамдық саяси күрес жүргізген Айдархан Тұрлыбаевты, Мәмбетәлі Сергалинді, Шаймерден Қосшығұловты, 2 рет сайланған Шаймерден Қосшығұлов мемлекеттік думаға өте сынды білімдар адам болған. Біләл Малдыбаев, Қожахмет Кәкенов, Мұхаммедқали Әлжанов, Мұхаммед Сәлім Кәшімов, Жұмағали Тілеулин көшіріп берілді, білесіздер Жұмағали Тілеулинге. Басында тәуелсіздіктің алғашқыларында қателесіп беріп кеткен көшелер түзетілді ғой, Капсевич көшесі дейміз, сосын жаңағы
Берзаян көшесі дейміз, иә, Жұмағали Тілеубек көшесі берілді, үлкен жиылыс болды, конференция болды, қатыстық бәріміз. Хамит Тоқтамышев, бұл кісі де өте қызық, Алашорда әскерінің басшысы болған, полковник болған, иә, қазақ не. Сонымен қысқаша бір адамға тоқталып кетсек, уақыт деген шағын, Айдархан Тұрлыбаев жөнінде айтып кетсек, 1897 жылы Омбы гимназиясын тәмамдаған. Ол кезде мына жерде төменгі училищелерді осы жерлерде аяқтап, сосын техникумды, семинарияны, Спандияр Көбеев сияқты олар Омбыда аяқтаған. Әрі қаратай Әлихан Бөкейхановтардың мысалында айтсақ, олар университеттерге түскен үлкен балаларға, Қазан, Санкт-Петербург сияқты қалаларда білімдерді тәмамдап, сол жерде ол кезде олар Керенскиймен, үлкен орыстың демократ Троцкийлермен сондай замандас болып араласқан біздің алаш интеллигенциясы. Көрдіңіздер, білімдері қандай жоғары болған. Егер де Ленин ол өзінің замандас философтарын, идеологтарын жеңе алмай пойызға отырып барлығын Парижға жіберсе, ал біздің идеологтарымыздың баратын жері болмады. Олар қасық қалына қалғанша күресіп, шындықты айтамын деп, олар жаңағы барлықтар тағдырын білесті деп болған, иә. Ал егер де мысалы шындықты айтпаймын десе, Шоқан Уәлиханов болсын, біреу басқа біреу болсын мысалы, иә. Басқа біреу қайсын алсақ, егер де патша үкіметіне емес кеңес үкіметіне жақсы жұмыс істеп жүре берсе, жүре беруші еді. Бірақ біз олардың есімдерін білмеуші едік, иә. Бақыттар бәрі жалғаса беруші еді. Айдархан 1902 жылдары 1897 жылдары Санкт-Петербург университетінің заң факультетінде оқыған. Университеттен кейін жас заңгер Омбының заң орындарында қызметке жіберіледі. Адвокат және присяжный поверенный болады. Заңгердің қайраткерлігі жөнінде Қазақ газеті 1917 жылы былай деп жазды: Айдархан Думаға лайық келді. 1917 жылы 25 сәуір мен 5 мамыр аралығында Омбыда Ақмола облыстық қазақ съезі өткенде ол осы жиынға төрағалық етеді. Осы жолы әр кезден келген 150 делегат Айдархан Тұрлыбайұлын Ақмола облыстық қазақ комитетінің төрағасы етіп сайлайды. 1917 Алаш партиясы құрылатын бірінші жалпы қазақ съезінің Алаш автономиясы жарияланатын екінші жалпы қазақ съезінде ұйымдастыру және өткізу жұмыстарына белсене қатысады. Бірінші съезде Ақмола облысынан бүкілресейлік құрылтайға және бүкілресейлік мұсылмандар съезі Шора-и-Исламиға делегат болып белгіленеді. Екінші съезде Алашорда үкіметі ұлт кеңесіне Ақмола облысынан мүше болып сайланады. Бір айта кетер жайт, осы съез үкімет төрағасын сайлағанда біздің жерлесіміз Айдархан Тұрлыбаев, Әлихан Бөкейханов, Құлмановтармен бірге баламалы негізде ұсынылады. Дауыс нәтижесінде Айдархан Тұрлыбаев әлемдік деңгейдегі Әлихан Бөкейхановтан кейін екінші орынды алады. Большевиктермен ашық күреске түскен жылдары Қайраткер Ғаббасов, Мәметов сынды азаматтармен бірігіп семейде бір ұлт полкын жасақтауға жәрдемдеседі. 1919 жылы ақпанда Омбы қаласында Колчак үкіметі ішкі істер министрінің орынбасары Карапачевскийдің төрағалық етуімен алдын ала талданған қазақ халқының әкімшілік шаруашылық құрылымы туралы мәселе бойынша Бөкейханов Танашевпен бірлесіп сындарлы ой айтады. Кеңес үкіметі тұсында ол Омбы қаласының түрлі заң орындарында адвокат, кеңесші, сот жүргізуші болып қызмет атқарады. Саяси қуғын-сүргін оны жазбай танып 1934 жылы абақтыға жабады. Мұнда 6 ай азап шегеді. 37 жылы қайта ұсталып, ату жазасына кесіледі. Ресей Федерациясы Омбы облыстық федералдық қауіпсіздік қызметі мұрағатында кеңес үкіметіне қарсы саяси төңкерістік әрекет үшін деген айыппен тұтқындалған Айдархан мен оның серіктеріне қатысты том істер сақталған. Шаймерден Қосшығұлы 1874-1932 жылдар Көкшетау мешіті жанындағы интернаттың мұғалімі, діндар адам Науан Хазірет Наурызбай Таластың оқушысы, патша озбырына қарсы ашық күрес жүргізген көрнекті алаш қайраткері Шаймерден Қосшығұлы 1874 жылы Ақмола облысы Көкшетау уезі Қотыркөл болысында дүниеге келген. Өз қимыл әрекеттерінің пәрменділігін, ықпалын арттыру үшін қазақ жұртына құрметті де беделді адамдарға иек арту мақсатымен Шаймерден Қосшығұлы қазақтың Абайына 1903 жылы 2 рет хат жолдаған. Ол хатында Абай айтты: баяғы дәурен өтті де, өлетін заман жетті де, барлық жайсыз жапсарды айтып, ақылдасуға, қазақтың мүддесін шағып ойласуға шақырып, ақынды ел қамын ойлайтын қалың елге мұратты жолын ұстайтын кемеңгер ақылшы, әділет қамқоршысы ретінде таныған. Міне осы хаттардан кейін Абай Құнанбаевтың да жаңағы тексерістер болады. Ал енді осы хаттан кейін Шаймерден Қосшығұлы 1900 жылы оның жаңағы ұстазы Науан Хазіретұлы 5 жылға түрмеге қамалады. Ақыры патша үкіметі Үркіт генерал-губернаторының бақылауына Батыс Сібірге жіберіледі. Бұл жерден оларды Якутияға жер аударады. Осы заңсыздықты Бөкейханов, Мәмбеталы Сералиндер, Мұхамеджан Сералиндер жауапты орындарға хабар қатынасып 1905 жылы наурызда босатып алады. Осы жылы Мұхамеджан Тынышбайұлы секілді қайраткерлермен бірге Петерборға барып, патша үкіметіне қарсы шеруге қатысады 1905 жылы. Сонан соң Нижний Новгородта ашылған жалпы ресейлік мұсылмандар съезіне қатысады. Елге келген соң күрескер азаматты халық
1906 жылғы бірінші мемлекеттік думаға депутат етіп сайлайды. Бірақ ол бұл жолы орыс тілін білмейді деген желеумен депутаттыққа тіркелмеген. Ресми үкімет халықты сатып жүрген тілмаштар, қайраткерлермен, бұл енді кеңес үкіметінде әрбір қоғамда болатын нәрсе, хаттар қол жинап ол кісіні жібермей тастайды осы жерде. Бұл шақта қайраткер балықты көлдегі 6 бөлмелі ағаштан қиып салған үй мектепке айналдырып, орыс мұғалімін жалдап, балаларға оқу шығынын өзі төлеп, балаларға мектеп ашады. Кейіннен бұл дума таратылғанда да таратылады, қайраткеріміз біздің жаңа Серке газетін шығарады. Қазақтан кісі сайланбаған, бірақ та екінші мемлекеттік думаға сайланады. Тағы да екінші мемлекеттік думаға дауыс жинаған кезде бұл кісі тағы да сайланып, міне бұл ерекше жағдай айтып, бұл тағы да екінші сол думада қызмет атқарады. Ал енді үшінші думаға қазақтардан ешкім сайланбайды, бірақ та сайланбаса да мемлекеттік думаға әртүрлі қазіргі депутаттық запростар сияқты әртүрлі запростар жасайды. Соның ең бастысы жер туралы запрос жасайды. 1907 жылы Алаш Көсем Бөкейханның тапсырмасымен Түркияға барып, үкімет парламент басшыларымен кездеседі. Түріктің бір газеті арқылы Николай II патшаға мәлімдеме жасайды. Кеңес үкіметі оны 1931 жылы Петропавл түрмесіне жабады. Әбден қиналған саясаттан теперіш көрген қайраткер 1932 жылы Омбы жерінде қайтыс болады. Міне сонымен осындай көптеген біздің тұлғаларымыз бар. Біз есімі білмейтін, әлі күнге жаңғырып жатқан, міне былтыр алдыңғы жылдары ғана өзімізге жаңағы Мағауия Тілеудің есімі оралды, үлкен конференция өткізді. Міне қаншама адамдарымыз бар. Аталмыш тарихи тұлғалардың қоғамдық саяси қызметін зерттеу нәтижелері Ақмола облысының халқымыздың тарихи болашағын айқындауда маңызды орталықтардың бірі болатындығын негіздеуде үлкен септігін тигізетініне сенімдіміз. Міне тағы бір айта кететін жайт, 30 жылдықтың қарсаңында жаңағы мынау шекаралық аймақтарға байланысты көптеген зерттеулерді жүргізу керекпіз. Топонимикалық зерттеулеріне осы жаңағы мұражайдың үлкен бұрыннан келе жатқан осы бір үлкен саласы жаңағы нақты тарихи топонимиканы қалпына келтіру. Бұл тарихтың үлкен бір құнды мәлімет болып табылады және халықтың ауыз әдебиетін зерттеу, салт дәстүрін зерттеу. Бұл біздің тұнып тұрған тарихымыз. Сонымен міне мен ақпаратым қысқаша осы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бір сұрақ бар. Жаңа сіз айтып кеттіңіз, Алашорда үкіметі құру жолында Айдархан Тұрлыбаев Әлихан Бөкейханнан кейін екінші кезеңде тұрды деп, сондай екінші деңгейде. Дегенмен тәуелсіздік жолында құрбан болған азаматтарды бірінші, екінші, үшінші бөліп қажет жоқ шығар деп ойлаймын. Екіншіден Алашорда партиясы деген кезде бірінші міндетті түрде бізге Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатұлы, одан кейін Ахмет Байтұрсынов. Одан кейін кезең деңгейлерге облыстарға байланысты, аймақтарға байланысты. Факт бойынша дауыс жинағанын мен айтып кеттім, көрдіңіз бе? Екінші. Ол жерде тарихта ондай нәрсені айтуға болады. Мен былай жаңа басында мен жерде әдемі айтып кеттім. Әлемдік қалайша екінші деңгейге деген сияқты дауыс. Екінші енді мысалы мына жерде қазір бір дауыс бір председатель сайласақ, мысалы қазір бірінші болса, мына кісі екінші дауыс жинаса, иә, дауыс саны бойынша. Иә, мен солай айттым, дауыс саны бойынша. Әрине, дауыс саны бойынша. Сондықтан иә, сондай жағдайда. Бұл біздің 700-ге жуық тізім жасалған. Жалпы біз Алаш дегеннің көзді кейбіргенде шатасамыз. Алаш партиясы, Алашорда деп қараған кезде, біз Алаш мен жаңа әдейіп неге қайта-қайта Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов деген Алаш қозғалысы дегенде, біздің Алаш қазақ деген сөзден ерте тұр, Алаш деген, иә. Алаш қайраткерлері, Алаш күрті, Алаш жұрты, Алаш күресі дегенде, біз оған кеңес сарында бәрін жатқанбыз. Түсінсіз бе? Әйтпесе біз кейбіргенде шектеп қаламыз. Біздің өткен мынау 7 томдықтың жаңағы концепциясы үлкен ауыр болады. Неге десеңіздер, біз тарихымызда көптеген бұрмалау бар. Біз өзіміз студенттерге сабақ бергенде айтатынбыз. Ақылды студент болса сұрақ қойып жүрді. Мысалы, түрік қағанаты кетті, батыс түрік қағанаты кетті. Мынау мемлекет құлап қалыпты, наймандар келді, аналар кетті, иә? Сонда мынау мемлекет жоқ болып кетпейді ғой. Сол осы жерде автохтонды түркі тайпалар халық осыдан 1000 жыл бұрын жаралды ма? Қазір оның өзі дау болып отыр ғой, неден жаралған, иә? Сосын жаралды, бірақ оның жаңа саяси формасы өзгереді, түсіндіңіздер ме? Қызылдар деген сияқты, ақтар деген сияқты, түсіндіңіздер ме? Қарлықтар, міне осындай да бір үлкен тарихқа келетін жаңа көптеген өзгерістер бар. Сосын міне көп бұрмаланған жағдайлар жаңағы міне Алтын Ордаға үлкен жаңағы Қасым-Жомарт Кемелевичтің жаңа назар аударып жатыр, иә? Алтын Орданың енді біздің мына жерде мен оның жаңағы елге шын мәнінде ақиқатты бағасын беру болып тұр ғой, мысалы. Түсіндіңіздер ме? Аттилаға дейміз, әділге, мысалы Шыңғысханға неге біз әділеттің бағасын бермеске,
Македонскийді білеміз, ол да халықты қырды жойды, бірақ Александр Македонский әлемдік деңгейдегі тұлға дейді, иә. Ол да жаулаушы, ол да мен гегемон боламын деді, әлемнің мен жалғыз патшасы боламын деді, иә. Бүкіл жұмыр жерде мысалы ашсам, жапсам жұдырығымда, қыссам жұдырығымда, ашсам алақанда болсын дейді әлем дейді мысалы. Ол әрбір азаматтың, әрбір мемлекет, ол қашан да болсын үлкен күшті мемлекеттің арманы. Мысалы қазір 70 жыл бойы біз көрдік қой, мысалы Холодный войнамыз 40 қарап соғыс, яғни әлемнің мен басқарам деген сияқты үлкен таласады. Мысалы қазірдің өзінде ондай күштер бар, иә. Көрбатыста Ресеймен қақтығысып жатыр, батыс әлем дейміз. Сол сияқты ол кезде де осы жаңағы бір полярды мемлекетті құрамыз, мен әлемнің басшысы боламын деген сияқты. Шыңғысханның да сондай арманы болды. Ол да үлкен империя, оның тек қана біз жамандығын оқығанбыз бәлен жыл бойы. Ал қазір Ресейдің көп қауымдары мойындап жатыр, Шыңғысханның арқасында көптеген мемлекеттер бар. Қазақ халқының хандығын құруда, Ресейдің де мемлекет болып бірігуде көп жылдар бойы салық төлеп тұрды, қарым-қатынаста болдық, иә? Ал оны бір сәтте алып тастауға болмайды ғой, жоқ деп көрдіңіздер ме? Әрине, біз мойындаймыз, тарихты жеңімпаз жазады. Оны қалай түсінеміз, тарихты жеңімпаз жазады деген? Мысалы, тарихты жеңімпаз жазады дегеніміз, өзі бар адам айтар, мысалы, ой, мен сол екі қария отыр, бір қария болмай қалса, сосын айтар, әңгімесі сол қарияның әңгімесін бәрі тыңдап, ана кісі болмай қалса, сол кісінің әңгімесі жазылып кетеді деген сияқты. Немесе тарихты жеңімпаз жазады дегенде, қазір біз кезінде кеңес үкіметінің құрамында өз тарихымызды өзіміз жаза алмадық лайық болып, түсіндіңіздер ме? Ал енді мысалы тіпті қазір неден қарасақ, мысалы Европа есін жиған кезде, ең алғаш Европа есін жиды ғой, Ренессанс, Ренессанс заманда олар тарихты, жан-жақты, галстукты, бабочканы таққан кезде олар басқа халықты ысқыртып тастады, көрдіңіздер ме? Біз есімізді тез жиып алдық, біздің қуатымыз бар, біз өркениетті біз әкеле жатырмыз деп, түсіндіңіздер ме? Ал сол сияқты, сосын Ресей бір уақытта терезеден ашып жіберіп сол жаққа еліктеп кетті, иә. Ал біз өз бетімізбен бейтарап ешкімге тиіспей қалып қойдық, бірақ жуас болғанында кесірі тиді, жуас болғанында бізге зиян тиді, яғни біздің тарихымызды ысқыртып тастады. Яғни олар тарихтан тыс дамыды деді бізді, Европаның зерттеушілері, түсіндіңіздер ме? Сондықтан міне ақиқатты қалпына келтіру керекпіз. Мемлекетіміз біздің қуатты болу керек, мемлекетіміз бәсекеге қабілетті болу керек. Сонда біздің де тарихымыз өз бетінен тарихымызды бірге жаңғырады, бірге жүреді, түсіндіңіздер ме? Біз мына жерде айналып айтсақ, өткен тарихымызбен мақтанып, міне біздің тарихымыз, мен өзім тарих ретінде айтамын, иә, тарихымыз күшті болды, Атила болды, Шыңғысхан болдық, мықты болдық, Абылайхан болдық деп. Бірақ қазір қол жеткізе алмасақ бірдеңеге, онда даусымыз шықпайды. Ал егер біз Оңтүстік Корея, Сингапур сияқты бірдеңеге қол жеткізіп, әлем бізбен санасып жатса әлем, ол мынандай ел бар екен деп. Сосын сұрайды ғой, анау кімнің баласы еді деп, ауылдан шыққан, ой, ол сол Олжабайдың баласы еді ғой, сол кезінде сөйтіп ол жылқышы болған деп, сол сияқты солай айтуы мүмкін. Ой, ол қазақтар ғой кезінде, сол Атиланың, Абылайханның кезінде жаңағы сақ болып, бұлар әлемде өркениетті, жаңағы антик мәдениетіне белгілі томиристері бар, жаңағы керден соғысқан деп көрдіңіздер ме? Сол кезде амалсыздан да біздің тарихымыз өзін-өзі жаңғыруы мүмкін. Тарих пен экономика барлығы бір-біріне байланысып жатыр. Кімде қандай сұрақ бар тағы да? Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Әлихан Бөкейханов әрине бұл личность планетарного масштаба дейді, бірнеше мақалалар бар ғой, сондай адам үлкен тұлға. Мен жаңа айтып кеттім, бұл Керенский, Троцкийлермен бірге білім алған, білімдар, өте үлкен адам. Ол кісілердің мұраларын біз зерттеген, олар ауыл шаруашылығында жазып кеткен, Европаның мына жері бізге жат, мына жері жат емес деп. Біз қазір көріп жатырмыз, Европаның емес, бізге жат емес екен. Өткен жолы Алматыда митинг болғанда, әйелдер митинг болғанда көрдік қой, кейбір жат емес жерлер бар бізге, иә. Қазақтар мысалы ислам дініне дейін бізде құдалықтық емес, ислам дініне дейін бізде мынау жаңағы тиым деген, білім деген, тәрбие деген терең жатыр, түсіндіңіздер ғой? Ал ислам дініне келіп біз одан сайын жаңағы былай айтқанда рухани таза болып кеттік. Ал енді Европаның өзінің мәдениеті бар. Анау өздерінің кітаптарын қарасаңыздар, ана Витниктен киноны көрсеңіздер, олардың өздерінің мәдениеттері бар, бұрыннан келе жатқан. Олар діннен әбден шаршап, кейбір кезде олар жаңағы әбден біз дамып кеттік деп. Мысалы орта ғасырларда олар христиан дініне жаңағы реформация жасады ғой, өзінше, иә, протестант болды, реформация жасады. Ал енді қазір сәпсем жаңағы біз дамып кеттік, өркениеттік бір жаңа бір сатыға кеттік деп өздерінің бастауларына барса салт дәстүріне, олар бізге мысалы кішкене кере бар. Осыны алаш интеллигенциясы өздерінің еңбектерінде жазып кеткен. Көрдіңіз бе, қалай қызық? Оларда азғантай ғана уақыт болды. Бірақ амалсыздан олар жаңағы кеңес үкіметінде мойындады, тарих деген көптеген бұрмалып кетті. Мысалы Амангелді Имановты
алаш интеллигенциясы өтірік деп та сондай ақпаратты болған. Иә, сондай мысалы ол 20-шы ғасырдың басындағы жазылған қазақ советтік әдебиетінің өзі барлығы цензурамен жазылған. Әрине көп нәрселер өзгеруге тиіс, онсыз болмайды, тарих орнына келуге тиіс. Келісесіздер ғой? Сонда ғана біз өзіміздің ұлттық сана сезімімізді, ұлттық кодымызға жетеміз. Әйтпесе жаңғырып болып барып сол орында қала салатын сияқты болады. Сондықтан үлкен жаңағы тарихи топонимиканың өзі өте маңызды. Әсіресе мынау Көкшетау қаласы 1824 пайда болды дейміз, Омбы 1716, Петропавл 1759, Астана, Ақмола 1832-34, иә? Бірақ оған дейін ол жерде қазақтың ауылы болды ғой. Қазақтың ауылын жағып жүріп, бұл жерде әскери бекініс салынды. Ол бекініс не үшін салынды? Ол бекініс ол былай қадам-қадаммен тегірек жылжу үшін салынды, иә? Оның басында Петр Первый айтып кеткен мысалы. Міне осындай мәселелер. Бұның бәрі көзге көрініп тұрған нәрселер. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Марат Зинатұлы, сізді тыңдай бергім келеді. Тарих деген әрбір қазақ деген адамға өз тарихымыз айтады ғой, жеті атасының еңбегін жетесіз деп. Мен оны тарихты білетін адамдар, мемлекеттік тілді білетін адамдар қандай бақытты десем, тарихты білетіндер одан да бақытты. Ал енді уақыт тығыздығына байланысты ары жалғастыра берейік. Сіздерге жаңағы министерстводан айтылып жатыр ғой, тапсырма беріліп жатыр деп, сол істеріңізге сәттілік тілейміз. Енді келесі сөзді Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің тарих ғылымының кандидаты Абшырады Қайжанұлы. Сәлеметсіздер ме? Араға қызметкерлер, әріптестер. Бүгін өте сондай өзекті мәселені қолдап отырмыз. Енді осы отырыста тақырыптар көп қарастыратын. Жалмұз Жабаев, Алаш қайраткерлер, одан кейін 30 жылдық осы мәселеге, осы тақырыпқа тоқталғым келеді. Аштық мәселесі. Одан кейін биыл 21 жыл декабрь қаласына 35 жыл болады. Сондықтан мен көп сондай тақырыптармен осы 21 жылға келді. Енді менің өзім қосайтын қазіргі тақырып ол міне аштық 20-30 жылдардан, одан кейін 30 жылдық біздің тәуелсіздік және декабрь болды. Енді хронологиялық айтсақ, бірінші аштықтан бастайық. Биыл президент атап шықты, 21 жылдың аштық 100 жыл болады. Оның себептері қалай болған, қандай еңбектен шыққан деп өте аз мәліметтер. Кейбір кандидатский диссертациялар осы тақырып бойынша қорғалған. Кейбір диссертациялар біздің міне солтүстік өңірді жазған бойынша осы кезеңде. Ал нақты мысалы осы аштықтың себептері қалай өткен, қанша саны аштық ұшыраған нақты тарихшылар айта алмайды. Әртүрлі себептер, әртүрлі цифрлар бар. Оған ең бірінші байланысты ол архивпен байланысты. Ол архив құжаттар барлығы Москвада, кейбір ведомстволық архивтар жабылған, соларға ондай доступ жоқ, толық зерттелген жоқ. Ол енді совет одағында сондай жағдай болған. 30 жылдарда салыстырғанда мысалы аштық ол кішкене кеңірек зерттелінген. Біздің өзіміздің тарихшылармен. Мысалы Манаш Қозыбаев академик кезінде осы ең бірінші мәселені сол кісі қозғаған. Оның мақаласы 1989 жылы шыққан «Казахстанская трагедия» деген «Вопросы истории» совет одағы кезіндегі журнал, негізгі тарихшылар сонда шыққан. Қозыбаев сонда олар айтқанда міне осы негізгі аштық 30 жылдарда зерттелмеген, біз міне осы мақаланы алғаш неге осы тарихи журналға бетіне шығарып жатырмыз. Енді Нақаш Натиев пен Демуровтың есептері бойынша сол аштықты 30 жылдарда 32-33 жылдарда 1 миллион 700 мың 1 миллион 800 мың деп есептелген. Ол енді анау сыртқа шыққан нелерден осы Қазақстанның қоныс аударманы есептемегенде. Негізінде кейбір мәліметтер 30-40% қазақ халқының 50%-де аштық ұшыраған, соң әртүрлі цифрлар айтылып жатыр, жазылып жатыр. Онда зерттеу. Сондықтан да міне қазір тарихшыларға Қазақстан Республикасындағы тарихи санасының қалыптасу концепциясының жобасы ұсынылған. Сонда сол концепцияда осы мәселелерді барлығын зерттеу керек, жаңа көзқараспен, және енді қазір арнайы мемлекеттік комиссия құрылған. Сол комиссия
барлық архивтерді осында осы шетелде болсын зерттеп, содан кейін нақты сондай объективті баға беру керек дейді. Ол да дұрыс деп ойлаймын. Себебі міне 30 жыл өтті тәуелсіздігінен, бірақ осындай міне тарихты проблемалар әлі зерттелмеген, әлі толық зерттелмеген сол проблемалар қалып тұр негізінде. Мен өзім диплом жазғанда кезінде осы мәселелер өте қызықтырғанда. Менің диплом тақырыбы Голощекиннің ұлы октябрь теориясы болды ғой. Сол тақырыпқа алғанда, қалай сол Голощекиннің ұлы октябрь теориясы Қазақстанда іске асырылды. Неге ол Голощекин өзінің сондай несінің теориясын кіші октябрь. Бір жағынан октябрь революциясы 1917 жылы болды. Ал 10 жылдан кейін 27 жылы Голощекин осында бірінші хатшы болып келгенде Қазақстанда ол тағы бір осында концепцияны ұсынып отыр. Осында келгеннен кейін Қазақстанда көреді. Қазақ халқы өлген жоқ. Бұрын көшпелі халқы. Қазақ малмен айналысып, солай жүр. 10 жыл революция өтті, онда ешқандай өзгерістер жоқ. Сосын Сталинге хат жазады. Қазақстанда ешқандай революция, октябрь революциясы нәтижесі болған жоқ. Бұрын қазақ халқы көшпелі халық қалай болған, дәстүрі солай әлі өмір сүріп келе жатыр. Оның барлығын өзгерту керек. Сондықтан жаңа кіші октябрь жасау керек. Міне осыдан барлығы басталады. Қазақстанның аштықтың мәселесі, трагедиясы солардың. Біздің өзіміздің міне шаруашылықтың, өзінің экономикасының, дәстүрінің барлығын негізінде өзгерте бастады. Енді ол кезде коллективизация, индустриализация деп сондай проекттерді айтылып жатыр, болып жатты, оны ештеңе айтпаймын. Бірақ негізгі міне сырттан келген бірінші хатшы, онда Қазақстанда осындай міне өзгерістерді бастайды. Міне Наурыз мейрамында 26 жылы мысалы Совет өкіметіне тыйым салды. Осы Наурыз ешқашанда мейрам ретінде Наурыз мейрамын тойлауға болмайды. Неге? Себебі ол діни неге жатады, мерекеге. Діни мерекеге жатса, ол ертең ұлтшылдықты сана сезімді оятады. Қазақтарда әбден басқа түркілес халықтар жатыр мысалы. Бірақ соны қарамастан қазақ халқы, біздің аталарымыз тығылып, сол Наурыз мейрамы тойлаған, өзінің отбасында жақын туысқандармен бірге енді Наурыз мейрамын мұқият сақтап бізге әкелді. Сондықтан қандай қиын заман болса да, 20-30-жылдарда мен тарих қалай болған объективті солай жазу керек. Мен ойлаймын, жаңа соған концепцияда, жобасында осы айтылған, бірақ біздің тарихшылар, қазақ тарихшылары мықты, сонда ірі тарихшылар, бірақ көзқарастар әртүрлі. Оның барлық көзқарастары біріктіріп, бір концепция келтіріп, мысалы 7 томдық Қазақстан тарихын жазу деген өте қиын болады. Бірақ оған шығу керек, оны жазу керек негізінде. Ол 1 жылға созыла ма, 5 жылға созыла ма, қиын қазір айтуға негізінде. Енді келесі тақырыпты декабрь оқиғасы, біз енді студенттерге олай айтамыз. Бұрын ескі кітаптарда, Совет одағындағы жазылған, бұл ұлтшылдар, сосын үкіметтің постановление шыққан, ол национализмі қазақ деген сияқты. Барлық қазақ ұлтты националистер сондай несін беру жасаған. Олай дұрыс емес негізі. Одан кейін сосын комиссия құрып зерттеген, бірақ әлі толық оны зерттелінген жоқ. Біздің негізгі мақсатымыз сол декабрь оқиғасының объективтерді баға беру. Қазір мысалы оқулықтарды ашсам, онда жазып тұр міне ол Колбинға қарсы шықты, Колбин орыс сырттан келді Қазақстанға, біздің елді білмейтін, сондықтан жастар Алматыда сол алаңға шықты дейді. Оны дұрыс емес. Негізінде Совет үкіметі ол кезде Горбачевтың өздері жариялады, демократизация, гласность деп, барлық ашық түрде болады деп, бостандық бердік деп. Ал өздері бұрынғы әдіс тәсілмен, сонда директивті методпен алады, бірінші хатшымыз сырттан әкеліп, мұнда қояды. Соған қарсы шығып отыр жастар қазақтар, студенттер. Олар да өздері сұнғанды. Мысалы, Петропавлда бірінші хатшы болды, демен екен, соны қойыңыздар дейді. Қазақ ел білетін негізі. Неге Ульяновский обком партияның бірінші хатшысын Қазақстан Республикасының бірінші хатшы қойысты? Онда ешкім оны естіген жоқ жастарда. Сосын бұрынғы репрессивті аппарат, тоталитарлық алдыда өзінің несін қолдап, барлық жастарды солай әкелді солай. Енді осы мәселеде мен ойлаймын,
архивтарда да зерттеледі, толық ашылған жоқ. Басты мәселе енді биыл 30 жылдығы Қазақстан Республикасының. Оны Қасым Жомарт Кемелович айтты, ура патриотизммен әлде мысалы бұрынғы форматта тойлап өтуге болмайды. Оны нақты іспен атқару керек. Тарихшылардың мысалы міндеті объективті түрде жазып көрсетіп, ешқандай мифологизация жазу қажет жоқты. Біз сондай ұлы мемлекетіміз, ұлы халқымыз, білеміз, жылдық тарихымыз барды. Бірақ қалай болашаққа қараймыз соны? Қазір мысалы көп мәселелер бар. Сол мысалы бұрынғы рухани байлығымызды қалай мысалы болашақта тәрбиелеуге, азаматтыққа мысалы оны іске асыруға болады ма, болмай ма? Сол көп мәселелерді ашық түрде айтып жазу керек. Енді 1991 жылы тәуелсіздік жарияланғаннан кейін тарихшылардың өзіндерінің арасында да әртүрлі пікірлер бар. Кейбіреу мысалы айтады, міне бұрын Совет одағындағы базасы бұрынғы болған, мысалы экономика, саяси, мысалы инфраструктурасы барлығы қалды. Біз ары қарай тек қана тәуелсіздік жарияланғаннан кейін жалғастырып кеттік. Ал мысалы тоталитарлық репрессивтік системасын мысалы оны кейбір жақтайды, кейбір жақтамайды. Кейбір айтады, мысалы міне Сталиндің қазір заман болса, қазір мынандай мүмкін қиын проблемалар болмайды деген сияқты. Коррупция мысалы жеңіледі деп. Оны бір жақтан айтуға оны өте қиын. Кейбір тарихшылар айтады, жоқ, бізге ешқандай ол кеңестік жағында кезең Қазақстанға ешқандай нәтиже берген жоқ. Міне 91 жылдан бастап қазірде біз жаңа тарихымызды, жаңа елімізді құра бастадық. Оны қалай түсінуге болады негізінде? Енді бір жағынан мысалы мен өзім шетелдік тарихын көбін оқимын, лекцияларда. Шетелдерде осындай проблема бар, идеологиялық сферасында, тарихшылардың арасында да. Мысалы Индияда, Үндістанда да, оларда көп жылдар, көп ғасырлар бойы британдық одағында болған, қол астында болған. Оларда осы мәселе туындаған. Қалай болады? Не істейміз? 17-ші ғасырдан бастап британдық қол астында болып, 20-ші ғасырда 1947 жылы біз тәуелсіздікке жеттік. Бірақ олар сол бұрынғы британдықтардан қалған инфраструктурасын өздеріне пайдалана бастады. Бір сөзбен, бір іспен оны сыныстауға болмайды. Сондықтан бізде мысалы салыстырсақ 91 жылы негізінде инфраструктура, экономикалық базасы сақталып қалды. Бірақ 91 жылдан кейін көбі олар жойылып кетті. Солай ғой. Ауылда жағдай қалай көріп отырсыздар. Сондықтан қай базасында негізінде әрі жалғастыру болады, мүмкіншілік. Оны әрі жалғастыру. Жаңадан жасалған. Бірақ экономикада негізінде жаңадан бастаған. Себебі бұрын Совет үкіметінің экономикасы сол жоспарлы экономика болды. Оның өзінің мақсаты болды. Ал енді жаңа заман тәуелсіздік алғаннан кейін, нарықтық экономикаға бет бұрғаннан кейін, оның басқа мақсаттары. Сондықтан жаңадан оны құру керек. Жаңадан нарықтық механизмді жүргізу керек деген сияқты. Енді өте қиын бұл мәселе. Енді біз осы экономикалық реформа мысалы оңтүстік шығыс Азияның елдерінің үлгін алып отырмыз. Жапонияның, Малайзия, Сингапур. Ол да дұрыс. Олар да нәтиже берді, олардың елдерінде. Бізге де енді жаңа олар нәтиже беріп жатыр. Енді мен ойлаймын, негізінде саяси реформа болсын, экономикалық реформа болсын, рухани реформа болсын, ең бірінші патриотизмнен басталды. Ол патриотизмні жастардан, балалардан тәрбиелеу басталды. Ол патриотизмнен өзі азамат патриоттық сезімі болса, отансүйгіштік болса, онда қандай проблемалар, қандай мәселелер тұрса, оның барлығын шешуге негізінде болады. Мысалы, Америка құрама штаттары, Түркияда Мұстафа Кемалдің кезінде олар өздерінің реформаны не қасында жүргізді? Патриоттық сезімді өткізген. Біз ел үшін жасаймыз, халық үшін жасаймыз. Қандай қиыншылықтар болса да, бірақ біз осыны жасау керекпіз, сонда реформа нәтижелі болады. Енді мен ойлаймын, ол негізгі ой, негізгі сондай парадигма деп айтуға болады бізде. Енді
патриотизм туралы, қазақстанның патриотизмін көп айтып жатыр, жазып жатыр. Бірақ сонда да біз әлі бір қалыпты сондай мүмкін толық сондай шешілген, зерттелінген деген сияқты осы ұғым әлі шетіне жеткен жоқ шығар. Бірақ енді сіздер білесіздер, тарихтан қазақтар қандай патриот болған, ел үшін кезінде жоңғарларға қарсы шыққан, ұлы отан соғысы кезінде қандай патриоттық ел үшін жасаған. Ал енді қазіргі заманда мысалы неге солай жасалмаймыз, өзі ел үшін, халық үшін деген сияқты. Сондықтан біз мысалы біздің саласымызда мысалы педагогикалық тәрбие осы мәселелерді ылғи қозғаймыз, ылғи айтып отырмыз. Енді біз айтпасақ кім айтады бұл негізінде? Сіздер де міне осы мұражай осында нелер келгенде сіздерге посетителерге соны толық айтасыздар деп ойлаймын негізінде. Ал енді қысқаша айтсам, міне осы регламент 5-7 минут деп ойлаймын. Қандай сұрақтар болса, енді мен жауап берейін. Енді диалог алаңы круглый стол, диалог площадка деймін, мен ойлаймын, тек қана біз спикерлер сөйлемейді, сіздердің де мүмкін болады, мүмкін сіздердің ұсыныстар болады. Сізге бір сұрақ қояйын. Ну, сіз жаңа алаш алаш емес, 86 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы айтып ғой. Кейінгі кездегі тәуелсіздік жылдардан кейінгі нелерде тарихты зерттеуде бұл Колбинге біздің жерімізден сайланбаған ешқандай қатысы жоқ деп айтып қойды ғой. Соған қарсы қазақ халқының наразылығы болды. Бірақ кейінгі кездері мынандай алып қашпа әңгімелер жүр. Мысалы, оған Колбин де кінәлі емес, қазақ халқы да кінәлі емес. Бұл КГБ мен ЦРУ-дың бірлескен бір ұйымдасқан операциясы деген сол шындыққа жанаса ма? Ондайды шын айтқанда естіген жоқпын. КГБ, ЦРУ, Центральное разведывательное управление Америка Құрама Штаттарының оларды бізге жолатпайды. КГБ болсын кезіндегі оның барлығы кеңес өкіметі қатуға келген операциялардың құрамында деген сияқты. Мен ондайларға сенбеймін. Бір екіншіден барлық кадрлық мәселелерді онда Москвада политбюро шешкен. Сондықтан мен жаңағы айтып отқан мифологизация бірдемесі соны жатады. ЦРУ-ның олардың разведкасын біздікілер жолатпайды. Оларды КГБ, о кездегі КГБ спецслужбалар жақсы жұмыс істейді. Мүмкін емес. Құрметті қатысушылар, құрметті спикерлер, бүгін өте сондай жақсы мағлұмат алдық, тағылымы мол, тарихқа үндік, қазақ халқының басынан талай қиын кезеңдер болған, жайыстыртын болса да жастардың университетте отырған жастар спикерлердің айтқан әңгімелерін және өздерінің саналарынан, өздеріне қажет мағлұмат алып бойларына сіңірді деп ойлаймын. Осындай айтады ғой, елбасымыз, тұңғыш президентіміз Қазақстанның болашағы жастардың қолында деп, осындай жалындап тұрған жастар бар да, біздің Қазақстанның болашағы жарқын. Сіздерге спикерлерді айтады ғой, үлкен патриотизм керек деп, сол сіздердің ойларыңыздан табылады деп ойлаймын. Сіздердің істеріңізге береке болсын, әрдайым сәттілік болсын. Көптен көп рахмет. Бүгін мәресіне жетіп, жақсы отырыс болды деймін. Аз да болса, қазір карантинге байланысты осындай. Мына кісі сұрағанда кішкентай бір комментарий жасап кетейін. Жақсы. Жаңа 86 жылғы оқиға дедіңіз ғой, 86 жылғы оқиғаны 1416 жылғы ұлт азаттық көтеріліске салыстыруға болады. 1416 жылғы көтерілісте, мысалы бізде кітапта да айтып кетеміз ғой, жаңағы Колбин сияқты айтып кетеміз ғой, 16 жылы 1916 жылы 25 маусымда патшаның дауысы шықты дейді. Қазақ даласынан жаңағы сол 500 мың азаматты қара жұмысқа мобилизация жасадыңыз, иә? Енді сол, бірақ ол сондай нәрсе айтылған, соған байланысты ғана жарып өткен жоқ қой. Қазақтар Қабыл хан сайлап бәрі атқа қонып. Ол сонау жаңағы 1905, 10, 1800 адайларды қалай даныштар қасы кеңес ханның басынан соның барлығы жаңағы жиналып келе жатып осы жерде мынау шоқ, қып-қызыл шоққа
соляркамен немесе майды танып жүргенде лап етті, солай лап етті, иә. Солай айтамын, сол себебі сол болды да, бірақ 86 жылғы оқиғаның да себебі, мысалы 86 жылғы оқиғаға қатысқан азаматтар біз бірнеше жылдар болды ғой, алып келедім студенттерге, сөйлесеміз осылай. Бірсіне шай ішіп сөйлескен кезде айтып болды, студенттерден кейін, сонда айтады, ой, осы бәрінің мысалы біреу себебін білді ме, біреу себебін білмеді, бірақ бәрінің ішіндегі күйігі бар. Мысалы, ол сол жаңағы кеңес үкіметінің сол жаңағы 20-шы жылы көтеріліс болды, 30-шы жылы көтеріліс, аштықтар, 37-ші жылдар барлығы мынау генна әбден тамырына сіңіп келе жатты ғой. Мынау біздің Қарағандыда бәрінде жаңағы қазақ деген бірлік деген ұйымдар болды студенттердің арасында. Оның бәрі қазір зерттеген жоқ, қаншама адамдарды КГБ-міз сол жаңағы соттап жатты, студенттер бас біріктіріп жатты. Мысалы, жаңағы Санкт-Петербургте оқыған қазақтар жаңағы казакский болып қазақ қоғамын құрып жатса, патша кезінде аштан ашып, патша кезі кеңес үкіметінің жұмсақ қолдау емес, тарихта жарып салыстырсақ. Сонда сол 40-шы, 50-шы, 60-шы жылдары қаншама азамат студенттер сотталып оқудан шығып жатты, жаңағы олар басын біріктіріп, жерлес болып, жаңағы қазақ тығылып оқып қазақтың. Сонда мына жерде жаңағы 86-шы жылғы оқиғада осы да себеп болды, ал енді барлығын лап етіп бір ауыздан қолдағаны жастардың. Біреу естісін қолдайды, біреу естісін, ол жаңағы әрқайсының өзінің мынау боль дейді ғой, айтқан әрқайсының өзінің отбасындағы жүгі. Мысалы, мен тоже мына нағашы апамда айтып отырады, мысалы, ой, біз жаңағы сол жаңағы бәріміз басып өтті. Жуырда Алматыда мынандай осындай кітап шықты ғой. Мынау жаңағы көз көргендердің жаңағы аштыққа байланысты таудағы аштықты қазақдарынша көз көргендердің жаңағы мынау несімен біздің музейден бір экспедиция шыққанда жазып алғанбыз. Мысалы, көз көрген азаматтардың жаңағы мынау естеліктерімен кітап шықты. Сонда мен мысалы нағашы апамда айтып отырады, сол үлкен кісілердің қолында өстім, сонда айтады, ой, сонда үлкен жастағы болған, сонда айтады, мынау бала кезінде есіне мынау Ерейментаудың қанжығалысымыз бір көтеріліс болған, біз қайдан білеміз, Ерейментаудың бәрімізді жер аударды аштық кезінде, содан түнге кетті, омырға бір туыстарымыз ан жаққа кетті. Сөйтіп, сосын нағашы апамды кездесіп, жұмысқа шығып, қызылтуға келген, сөйтіп кейбір қалғандар мына жаққа. Сөйтіп сол мысалы қарап отырсақ, тағы да сол сияқты әрбір азаматтың ол келе жатыр, сосын жаңағы ол мектеп сіздер сияқты біз сияқтылар сөйлеп отырған жоқ қой. Мысалы, мен сол жаңа сұрап отырмын ғой, жаңа 86-ға шыққан, сонда қандай себептер болды, мына не себеп, неге мынау жаңағы рухын сен лап етіп жаңағы сол шықтың, жаңағы мынау қарсы шықтың, сол жаңағы ойын сонда айтады, ол біздің сол қынжылғанымыз дейді, біз жаңағы қазақтың мектебін бітірген, Қарағандыға оқуға түстік дейді, қазақ тобы жоқ, сосын жаңағы сабағымды айтып жатсам, маған 3 қояды да, біреуге 4-5 қояды, соның барлығы жинала берген ғой сондай. Әртүрлі факторлар, қазақ топтарын ашпаған, бұл факт қой енді. Иә, қысымшылық былай айтады. Көрдіңіз бе, жаңа сіздің сұрағыңызға. Соның барлығы кім қалай ұйымдасса да, қалай нетсе де, бірақ негізгі бұл от сияқты болды осы шешімі. Михаил Сергеевич Горбачевтың қалғаны осы себеп болды, жаңа 16-шы шоққа себеп болды, лап етісті. Жаңағы Қажаш айтып кетті ғой, 85-ші жылы Горбачев келгенде өзіне дейін кеңес үкіметінің басшыларының әдеті ғой, өзіне дейін жамандайды. Анау Сталинге жаба салды да, сосын Хрущевті Брежнев жамандап жоқ қылып жетті, бала шағасы қазір Америкада тұрып жатыр. Сосын Брежневті Горбачев жамандап жерді, әдет бойынша, дәстүр бойынша, ол да қалмай. Сосын біз шатасып, мен студенттер сабақтың студенттер сұрайды, мен өз бетіме сұрайды, кітапта басқа түр жалпы, бірақ сосын түсіндіремін, сосын әріптестерімді айтамын, сосын не застой болды дейді, мысалы, тоқырау болды. Мен шынымен Димаш Қонаев, Мұхаммед Димаш Қонаев кітабына жазып кетті ғой, Амай Уберей баспай. Сонда қайдағы тоқырау болды деді. Тоқырау болған жоқ дейді, ол Горбачевтың бір докладында айтқан нәрсесі қой, біздің кезеңімізді жамандап, я өзін мақтау үшін. Бірақ Горбачев тоқырау емес, совсем құлап тастау кеңес үкіметі. Көрдіңіздер ме? Ол әдетті кеңес үкіметінің басшыларының бірі. Американың басшылары мысалы бірге отырып шай ішіп отыр ғой қазір мысалы. Ана жыл президент болған, ана жыл президент болған. Сондай жағдай сөйтіп, міне 86-шы жылға себеп осы болды, бірақ лап етіп барлығының жаңағы бір сәтте көтерілгенінде осының моменттері болды. Енді оны қатысқан адамдардың сұрасаңыздар, біраз нәрселер айтуға болады, бұл жерде айтылатын да бар. Мен соңғы сұрағым болып жүр сізге. Марат Ізенқұлов, сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, кеңес үкіметі бір-біріне айдап салу деген сияқты әдіс тәсілдер болды деп. Жалпы Бауыржан Момышұлына да батыр атағын бермей қойған сол кеңес үкіметінің сауда саясаты деп ойлаймыз, иә. Одан әрі тіпті Алматыда ақын жазушылар Бауыржан Момышұлының өзін жамандап жатқандар да болды мысалы. Сол кезде Бауыржан Момышұлға Ғабит, Сәбит, енді сәлем бермей қалған қайыт деп әлгі өзі бір сөз айтты ғой. Енді айналып келгенде бізді жаңағы қазақтың қазақ деп айтамыз енді сол.
иә. Енді осы айналып келіп жаңағы алаш партиясына келіп сұрақ қойып отыр. Сол кезде неге алаш партиясы ұзаққа өміршең болмай қалды деген сияқты өзіңізде бар толғаулар бола ма ойыңыз? Мынау жаңа Сәбит Қайетін деген сияқты бұл бауыржан момышұлы көреген азамат қой оқыған ғой, мына Ахмет Байтұрсыновтың айтқаны ғой. Жарайды, мені былай қинады, бұның бәрі жарайды түсінікті, мен түсінген ғой, әбден қынжылған біздің ағаларымыз. Енді оның бәрін біз зерттеп жеткізіп жатқан жоқ. Міне осыны біз балаларға жеткізу керекпіз, рухты ояту үшін. Әрине біраз нәрселерді айтып жатырмыз, бірақ қоғамға шын мәнінде осындай нәрселер керек, мысалы патриоттық сезімге. Сонда жаңа Ахмет Байтұрсыновтың айтқан бар екен, ең ауыртатыны дейді, ең ауыртатыны мені дейді. Жарайды, анау қысылдарың, офицерің бәрі ең ауыртатыны мені өзінің ауылының иттерінің баяғынан тартқаны дейді. Иә, көрдіңіз бе? Өте соң сөздер, оның бәрін жеткізіп, мектептің оқушылары соны енгізу керекпіз. Көрдіңіз бе? Ал енді мынау жаңа айтып кеттіңіз ғой, енді біз дәстүрлі түрде былай стандартын айтамыз ғой, ол жаңағы қозғаушы күші буржуазия болмады деп бір жерде айтылады, жаңағы оны қолдайтын бір жерде. Енді үлкен машина кеңес үкіметі. Көрдіңіз бе? Неге бұл қолдаусызға үлкен ұшырамады деп, тіпті халық болып қолдағанның өзінде былай тарихта енді әртүрлі нәрсені салыстырып допускать етуге болады ғой. Халық ретінде қолдағанның өзінде кеңес үкіметі үлкен машина жұмыс істеп тұрған жерде. Көрдіңіз бе? Ол жаңағы басында кеңес үкіметі деген былай айтқанда бәрі қызылдарды қолдамаса да, бірақ қызылдар билікті тартып алды. Бұның өзі үлкен проблема болып жатыр ғой. 17-ші жылы екі бірдей революция болды дейді. Қазір сосын біреу айтады, революция болған жоқ, ол кәдімгі төңкеріс болды ғой. Мысалы айтқанда билік уақытша үкіметті айтайықшы, уақытша үкімет бізге ұлттық автономия береді. Уақытша үкімет мына Қырғызстанда жуырда болған салыстырып отыр. Роза Оотунбаеваны білесіздер, ол кісі уақытша үкіметтің төрағасы болды, иә. Мысалы Керенский де солай айтты, мен уақытша үкіметпін, мен халыққа айтты, шыдаңдар, сіздер халық отырсыздар, асығып шай ішкісі келіп тұр, біреулер үйіне барады, садикке барғысы келіп, сол сияқты уақытша үкіметке айтты. Тірәтіңіздер, қазір тірәтіңіздер, шыдаңыздар, мына жерде жұмысшылар отыр, патша кетеді деді, сенім негіз туған жоқ дейді. Мына жерде шаруалар, мына жерде жұмысшылар айтады, завод бізге береді, завод бізге берген жоқ, кәне дейді. Тұрып қалды, азамат соғыс басталып кетті, сосын жаңағы соны пайдаланып кетті ғой кеңестер жаңағы. Биліктен алып сонда жаңағы уақытша үкіметтің бәрі жалпы біз тарихтан айтып жатқанымыз сол ғой, көп нәрсе жаңағы басқаша қойған қырасы уақытша үкіметтің айтқаны дұрыс еді. Ол айтты, мынау біз реформа жасаймыз, парламент конституциялық монархия болады, тағы да бірдеңе деп. Ал оны кеңес үкіметі былай төңкеріп кетті, былай айтқанда саяси тілмен айтқанда билікті тартып алды. Ал неге біздің алаш үкіметінің жаңағы идеясы, неге алаш партиясы билікте қалмақ десек, олар барынша тырысты. Колчактың жағы да соғысты. Жаңа айтып кеттім ғой, ұлттық милиция құрылды, армия, әскер құрылды деп, бірақ үлкен машина, үлкен жаңағы кеңес үкіметі үлкен күш болып кетті. Көрдіңіз бе, ол үлкен күшке айналып, оны ағылшындар да түсінді кейін жаңағы ол Колчакты сатып кетті, тастап кетті дейді ғой ағылшындар жаңағы антанта үштіктер, ол түсінді үлкен машина айналып кеткенін. Өйткені әскерилерді өз жағына тартып, әскерилермен уже халықтың өзін бастады. 20-шы жылдардың өзінде кеңес үкіметі орнасымен Петропавлда бүлік болды, білесіздер ғой, мысалы Петропавлда бүлік болды, Москвада бүлік болды, Тамбовта. 30-шы жылдарда бүлік болды, қаншама 30-шы жылдар бүліктер болды балар. Оның бәрі айтылмай жазылған жоқ, бірақ басында қолдап кетті де, бірақ кеш қолдады ма қолдаған жоқ қой, бірақ билікті тартып алды. Міне біз сіздің билікті, мысалы кеше Мьянмада төңкеріс болды ғой, мысалы Бирма дейді бұрын, сонда билік келді де, генералдар әскери келді де, все, комендантский час біз келдік дейді. Сен үйде отырсың, қалып отыр, мұғалім отыр, дәрігер отыр, билік ауысып кетті, не істеймін, жарайды деп отыр. Таңертең жұмысқа бару керек дейді. Сол сияқты жаңағы кеңес үкіметінде сондай жағдай болды. Түсіндіңіздер ме? Үлкен күш, ал біздің қапыда кетті әрине. Қандай басқа ақылды азаматтар, қандай ел азаматтары болды. Сыртқа да шығып кетті. Мұстафа Шоқай бір ғана жалғыз шығып кетті, оның өзі көп көз алған жоқ. Егер де біздің интеллигенциямыз бұл жерде қалмай сыртқа шығып кеткеннің өзінде, оның өзі біраз жұмыс жасалушы еді, бізге біраз өнеге қалушы еді мүмкін де, соны айтамыз былай. Мүмкін десек те, бірақ мына жерде қалып қасыққан қалғанша идеологиялық азаттық күрес жүргізді. Күресті екі түрмен жүргізеді. Қолына қару алып жүргізеді, жүргізді мысалы ағаларымыз біреулер қаламмен күрес жүргізді. Абай Құнанбаевтың өзі үлкен рух күрескер деп айта аламыз, солай емес пе? Абай Құнанбаевты білмейтін адам айтады, мен қазақты жек көреді ғой. Қалай ашық айтады, Абай Құнанбаевтың сосын ғой, былтыр Қасым-Жомарт Кемелевич Тоқаев Абай Құнанбаевтың жыл деді, өйткені Абай Құнанбаевтың өнегесі, дәрістері 5 жасар баладан бастап бесіктен жанаттаған. 50 жасар, 60 жасар, 70 жасар адамға дейін өзекті, әсіресе қазір мемлекет қызметтерге бәріміз өзекті, Мынау бекер мал шашпаған анасын, манасын түгел қамтып кеткен. Жақсы, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Енді круглый стол дедіңіздер, сосын сөйлеп отырмыз.
студенттер жоқ, ішіміз пысып қалды. Иә, Үйде қамалған онлайн. Кәдімгі жақсы, бірақ енді уақыт табам. Сол себептен сіздерге тағы да ризашылығымызды айтамыз. Сіздерге жақсылық болсын, амандық болсын, келе жатқан мейрамымызға құтты болсын. Еліміз аман болсын. Жақсылық тамырықта кездесейік. Жақсы. Рахмет.